біздің Қазақстан мемлекеті енді Европа мемлекеттерімен салыстырған кезде біздің Қазақстанның бір ауданы, облыстың бір ауданы Европаның бір шағын мемлекет территориясындай. Сондықтан да Қазақстанның мына территориясы өте үлкен, біз мақтанамыз. Бірақ дегенмен де әр территорияның, әр облыстың даму деңгейі әртүрлі. Әсіресе осы басталған мынау Маңғыстау өлкесі дейді, соның ішінде Жаңаөзен деген, есіңізде болса, 2011 жылда болған Жаңаөзенде. Осы Жаңаөзенде бұл өзі оңтүстік батыс Қазақстанда орналасқан, бұлай коммуникациясы несі бары өте қиын былай шетте. Және ол жерлерде азық-түлік бағалары да өте қымбат тұрады. Енді бұған дейін де үкімет, біздің парламент үкіметке көптеген осы азық-түлікке байланысты, мына жанар-жағар май, мына бензин бар, сұйытылған газ бар, солярка бар. Біз үкіметке бірінші рет осы айтқанбыз. Өйткені жаңағы көтерілістің мына бас көтеруді басталған жері Маңғыстау облысы негізгі мұнайды өндіретін облыстардың бірі. Сол жерден шығады, газ да сол жерден шығады, мұнай да сол жерден шығады. Өкінішке орай, осы Маңғыстау облысындағы мұнайдың жаңағы сұйытылған газдың бағасы басқа өңірге қарағанда 15 теңге жоғарылап кетті. Сондықтан да бұл мәселеде үкімет көп кемшіліктер жіберді. Депутаттардың айтқан, парламентте көтергені олар есепке қаперге алмады. Мұнай менен газға бай Қазақстанда табиғи ресурстардан түшкөн киреше қарапайым халыққа дерлік жетпей жатқанын Қазақстанның биліктері мойынға алдыбы? Қазір алып жатыр. Кеше президентіміздің мәжілісте сөйлеген сөзінде де осы мәселені ол кісі айтып кетті. Қазақстан жылына 84-85 миллион тонна мұнай өндіреді. Тек мұнайдың өзі, мен газ айтып отқан жоқпын. Өкінішке орай, өткен ғасырдың 90 жылдары мұнайдың бағасы баррелі өте төмен болған кезде Қазақстанның көптеген газ орындары біз шетелге бердік басқаруға. Шетелдерге, әсіресе Европа мемлекеттері, онан кейін мына Қытай, Ресей сияқты мемлекеттердің үлкен компаниялар бар. Олар көп жағдайларда бұл өндірілген мұнайды, шикі мұнайды, олар негізінен шетелге айтайды. Бұл Қазақстанда ол үлкен мұнай өндіретін заводтарға, мұнай өңдейтін заводтарға бармай шетелге айтады. Сондықтан да бұл біздің бір сол кездердегі жіберілген стратегиялық үлкен бір кемшіліктерімізде мен оны білемін. Егер сол мұнайдың барлығы мемлекеттік меншігінде болатын болса, өзіміз мемлекетте соны өңдейтін болатын болса, мүмкін жағдай басқаша болар ма еді? Бұл мәселе қазір көтеріліп жатыр. Бұл Қазақстанға ОДКБ күштері кергені көп тараптарды қабатыр қылды. Емелар миссиясын атқарып, 10 күн ішінде шыға тұрған болды. Ошенсе дағы толық шығабы деп күмән санағандар көп. Сіз қандай дейсіз? Мен 100% сенем, ОДКБ-дан келген әскерлер, негізі Ресейдің әскері ғой, Армения, Ресей, Қырғызстаннан да бар әскерлер. Негізгі бұл әскерлер кешеден бастап уже шыға бастады. Алды кешеден бастап шықты. Енді Алла бұйыртса, 10 күннің көлемінде бұл жерде бірде-бір жаңа ОДКБ-ның әскерлері қалмайды. Олардың барлығы тек қана олар стратегиялық объектілерді, олар мына ішкі күшке араласпайды, стратегиялық объектілерді қорғауға көмектесуге келген. Олардың алды шығу басталды. Онан бірде-бір әскер бұл жерде қалмайды. Оның барлығы 10 күннің көлемінде ол шығып кетеді. Біз оны міндетті түрде бақылап отырамыз. Біз парламент оны бақылауға алып отырамыз. Және ол бойынша мына тиісті министрліктер бізге есеп беретін болады. Мұрат аға, ушул толкундоолор учурунда орус медиасында эми орус тилине статус берүү, кириллицаны ордуна келтирүү, ал тургай кайсы бир деңгээлде Казакстан эгемендигине шек келтирген пикирлер айтылып жатты. Булар казак жетекчилигин чоочуттубу? Әрине, ол пікірлер осы кешелі бүгін емес, ол соңғы бір 3-4 жылдың көлемінде ол айтып келе жатыр. Әуелі орыстың ғалымдары, белгілі бір саясаттанушылары, кейінгі кезде Думаның депутаттары, онан қала берді Ресейдің сыртқы істер министрі де орыс тіліне байланысты өздерінің пікірлерін айтып қалды. Бірақ Қазақстанда бұрынғы Совет одағынан қалған мемлекеттердің ішінде орыс тілі статусын сақтап қалған. Және Қазақстанда орыс тіліне байланысты ешбір қысымшылығы жоқ мемлекеттердің бірі ол осы Қазақстан мемлекеті. Орыстың кейбір саясаткерлері айта бастайды, олардың жеке пікірлері, қазақтың сөзі бар, жаңағы ит үреді, керуен көшеді деген. Біз ондай мәселеге жеке өз басымыз мен мән бермеймін. Өйткені Қазақстан
тәуелсіз мемлекет. Сондықтан да біз мына латын графикасына байланысты соңғы 3 жылда көп жұмыс жасадық. Біз біз кириллицадан бас тартатын боламыз. Кириллицадан латын графикасынан біз өтеміз. Ол бойынша қазір үкіметте көптеген жұмыстар, дайындық жұмыстарын жасалынды. Ушуну менен Казакстандын жетекчилиги үчүн кооптуу кырдаал өттү деп айтууга болобу? Иә, өкінішке орай Қазақстандағы ең бір қаралы кезеңдер осы қаңтар айының 4-інен басталды. Қазір бұдан өттік. Қазір біз енді үнемі қадағалап отырамыз. Қазір сол өте ойран болған жерлер, жаңағы әрекет жасаған жерлердің көпшілігінде қазір қалпына келтіру жұмыстары жасалып жатыр. Қазір осы кезге дейін 10 мыңға жуық осы қылмысқа қатысы бар адамдар қазір ұсталды мемлекетте. Оларды құзырлы органдар тергеп, кінәлілерін тиісті жазаларын алар, кінәсі еместерін оны босатар. Бірақ Қазақстан қазір бұрынғы қалпына келе бастады.